Саламатсыздарма, құрметті білім алушылар. Химия пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жоғары молекулалық қосылыстар. Сабақтың мақсаты жоғары молекулалық қосылыстар құрылымы мен қасиеттері, түрлері және олардың арасындағы байланыстар мен қолданылу туралы алған білімдерін кеңейту. Жоғары молекулалық қосылыстар немесе полимерлер молекула құрамында өзара химиялық немесе координаттық байланыстармен қосылған жүздеген, мыңдаған атомдары бар және өздеріне ғана тән қасиеттермен ерекшеленетін заттар тобы. Ең қарапайым органикалық полимер полиэтилен деп аталады. Ол этиленнің полимеризациялануынан түзіледі. Полимер синтезделетін кіші молекулалы зат мономер деп аталады, ал мономердің N молекуласы қосылса полимер түзіледі. 1833 жылы Бертелиус полимері терминін ғылымға енгізді. Алғашқы ашылған синтетикалық полимерлерге 1838 жылы ашылған поливинилин дихлорид және 1839 жылы ашылған полистрол жатады. Полимерлер химиясы Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясынан кейін туындады. 30 жылдары бос радикалдар және ионды механизмді полимерлеудің негізін салған Караузерс болса, Штаудингер жоғары молекулалық қосылыстар үлкен молекулалық массадан тұратынын дәлелдеді. Полимерлердің шығу тегіне қарай табиғи, жасанды, синтетикалық болып үш үлкен топқа бөлінеді. Табиғи полимерлерге тірі табиғатта кездесетін жоғары молекулалық қосылыстар жатады. Оған табиғи каучук, целлюлоза және ақуыздар жатады. Синтетикалық полимерлерде төменгі молекулалық қосылыстардан мономерлерден синтезу жолымен алынатын полимерлерді айтамыз. Оған полиэтилен, полипропилен, полистрол жатады. Жасанды полимерлерде табиғи немесе олигомерлерді химиялық өңдеу арқылы алынған полимерлерді айтамыз. Оған нитроцеллюлоза, поливинилді спирт, вискоза жатады. Негізгі тізбектің құрамы бойынша макромолекулалар гомотізбекті және гетеротізбекті болып екіге бөлінеді. Гомотізбекті полимерлердің негізгі құрамы бірдей атомдардан тұрады. Қосымша тізбектің құрамы есепке алынбайды. Егер тізбек көміртек атомынан тұрса, ондай полимерлерді карботізбекті деп атайды. Мысалы, полиэтилен. Гомотізбекті полимерлер өзара тағы да алифатикалық, ароматикалық және галогендік болып бөлінеді. Макромолекула тізбектерінің құрылымына байланысты сызықты, тармақталған, торланған болып бөлінеді. Полимерлер химиялық табиғатына байланысты органикалық, бейорганикалық және элементарганикалық болып шектеледі. Органикалық полимерлер көміртегінен, сутектен, оттектен, күкірттен және азоттан тұрады. Бейорганикалық полимерлер кремний, алюминий, стронций, германий тағы басқа элементтерден тұрады және оларды органикалық қосымша тізбектер болмайды. Элементарганикалық полимерлердің негізгі тізбегінің табиғаты бейорганикалық болады да, қосалқы тізбегінің табиғаты органикалық болады. Немесе бұл жағдай керісінше болуы да мүмкін. Мысалы, негізгі тізбектегі көміртек атомынан тұратын полимерлер органикалық деп аталады дедік, және мысал ретінде оған полистролды көрсеттік. Екінші, бейорганикалық полимерлердің молекулалары әдетте өздерінің негізгі тізбегінде көміртегі атомын құрамайды. Оған мысал ретінде полиметил салоксонды айтуға болады. Полимерлердің номенклатурасы табиғи және кейбір синтетикалық полимерлердің атаулары көптен бері қалыптасқан тривиалды номенклатура бойынша аталады. Мысалы, целлюлоза, ливнин, капрон, лапса, тағы басқа. Номенклатураның екінші түрі рационалды номенклатура екенін білеміз. Бұл номенклатура бойынша полимер мономерлердің алдына поли деген сөзді қосу арқылы айтады. Мысалы, стрелдан алынған полимер полистрол деп аталады. Юкпак ұсынған номенклатура жүйелі деп есептеледі. Бұл полимер тізбегіндегі қайталанып келетін бөлікті құрайтын құрылымның атымен байланысады. Бұл жүйе бойынша да полимердің аты поли деген сөзден басталады. Оны мына төменде берілген кестеден көруге болады. Полимерлі материалдар қыздырғандағы өзгерістеріне байланысты термопласттар және термореактивті болып екіге бөлінеді. Термопластты полимерлер қыздырғанда қасиеттері біртіндеп баяу өзгереді. Балқыған термопластты суытқан кезде полимер алғашқы қалпына келеді және де бұндай өзгерістер нәтижесінде полимердің химиялық табиғаты өзгермейді. Сондықтан бұл процесті бірнеше рет қайталауға болады.
термопластта полимер болып, полиэтилен полистиролды мысал ретінде айтуға болады. Термореактивті полимерге қыздырып, артынша суытқанда бастапқы қалпына келмейтін полимерлер жатады. Бұндай полимерлердің тізбегінде бос функционалды топтары болады, немесе қанықпаған байланыстары болады. Сондықтан олар қыздырғанда макромолекулалар арасында химиялық байланыстар пайда болып, олар торланған құрылымды полимер түзеді. Бұндай полимерлерге фенолформальдегидті, мочевинальдегидті полимерлер жатады. Сонымен полимерлер молекулалық массасы үлкен және өзіне бірқатар қасиеттері бар қосылыстар. Қазіргі кезде қолданылып жүрген полимерлер бұйымдардың жалпы қасиеттері мен олардан жасалатын заттардың түріне, сондай-ақ өндіру әдісіне қарай 4 үлкен типке бөлінеді. Бірінші, конструкциялық пластиктер. Оларды көбінесе пластмассалар деп атайды. Екінші, эластомерлер. Оған каучук, резинка және осыларға ұқсас материалдар жатады. Эластомерлер атына сәйкес жоғарғы иілімділікке, созылғыштық тән қасиеті бар. Талшықтар мен жіптер. Бұларға осы талшықтардан тоқылған маталар жатады. Талшықты материалдардың беріктігі, иілімділігі, қаттылығы, кейде тіпті тығыздығы да анизотропиялық болып келеді. Қабыршақтар, лактар, бояулар және басқа қорғағыш әсемдегіш жабындар, яғни пленкалар, бұлар 4-ші бөлігі. Лак, бояу материалдарының олар жабатын негізбен берік байланысында адгезия маңызы зор. Сондай-ақ бұл типтегі материалдардың тағы бір ерекшелігі, алдын ала пішін жасауға болмайды. Оларды қорғалатын заттың бетіне жұқа қабатпен жағып, қолма-қол пайдаланады. Полимерлердің қасиеттері. Полимерлердің молекулалық массасы әртүрлі және құрылымның айрықша сипатты болуына байланысты, олардың қасиеттерінің кіші молекулалық заттардың қасиеттерінен айтарлықтай өзгешелігі болады. Кіші молекулалық заттар әдетте өздеріне тән балқу, қайнау температураларымен және басқа да тұрақты шамаларымен, яғни константалармен сипатталады. Жоғары молекулалық қосылыстардың бірінші ерекшелігі мүлде жаңа орташа молекулалық масса түсінігінің болуы. Кіші молекулалық заттар қасиеттерінің тұрақты болуы, олардың молекулалық массаларының тұрақтылығында, ал жоғары молекулалық қосылыстардың молекулалық массасы құрылым буындарының санына байланысты өзгеріп отырады. Осыған сәйкес қасиеттері де елеулі өзгереді. Ұзындықтары әртүрлі, бірақ бірдей химиялық буындардан тұратын макромолекулалар полимерго-гомомолекулалар деп аталады. Жоғары молекулалық қосылыстардың молекулалық массалары үлкен болған сайын әртүрлі полимерлердің қасиеттеріндегі айырмашылықтар да азая береді. Тіпті жеке зат ретінде айырмасы да болмай қалады екен. Сондықтан полимерго-гомологтарды жеке химиялық зат ретінде бөлу әдісі жоқ деуге болады. Полимерго-гомологтардың қоспасын молекулалық массалары бір-біріне жуық шамадағы фракцияларға бөліп қарастырады. Полимерлердің қолданылуы негізгі бағыттары ауыл шаруашылығы және ветеринарияда, яғни егістік және жануар шаруашылығында жаңадан аса тиімді препараттар мен зарарсыздандырғыштар жасау үшін, медицинада жаңадан аса тиімді препараттар мен зарарсыздандырғыш жасау мақсатында қолданылады. Құрылыста, сүректі өңдеуде, зарарсыздандырғыштар және құрылыстық материалдар үшін фунгицид жасауда қолданылады екен. Сонымен қатар полимердің қолдануы азықтық өнеркәсіпте, яғни дәнді дақылдарды және консервідегі өнімдерді сақтауда полимерлердің ең маңызды қызметтері атқарады екен. Сонымен жоғары молекулалық қосылыстар немесе полимерлер тақырыбындағы лекция сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.